Hello. You are welcome to our channel. Каналға қош келдіңіздер. Мен Ақнұр Бейсенбайқызы. Бүгін 9-шы сынып бойынша ағылшын тілі пәнінен 4-ші тоқсан бірінші БЖБ-ны қарастыратын боламыз. Бірінші БЖБ-да бізде listening, тыңдалым және speaking, айтылым болмақ. Ал менімен бірге келдік. Summative assessment task for term 4, travel and tourism. Тарағудың аты ең біріншісі listening. Бірден TypeScript, то есть транскрипті шығарып қойдым, жауаптарын да жазып қойдым. First, listening. Listen and complete the gaps with the correct place from the box. Мына қораптың ішіндегі сөздерді біз қойып шығуымыз керек лайықты орынға. Мен бірден қызыл белгісімен белгілеп қойдым жауаптарын. Listening A, this Oxford, Manchester, London, Cambridge, Exeter дегенді қойып шығуымыз керек мұнда, иә? Мен бірден жауаптарын қойып шықтым. Ал транскрипт арқылы бақылап көрейік. Біріншісі listening A. Excuse me, which platform does the train to Cambridge leave from? The 10:15 train or the 10:40? The 10:15 train leaves from platform 3. Thanks. Қараңыздар, қай платформа Кембриджға кетеді, я? Қай платформадағы поезд Кембриджға кетеді деп сұрап тұр. Получается, the speaker wants to go to Cambridge. Speaker қайда барғысы келеді? Speaker Кембриджға барғысы келеді. Екінші дәл солай, өздеріңіз, мен қазір транскрипті төменге описание бөліміне саламын, өздеріңіз тексеріп алсаңыздар болады. Және де көкпен белгіленгендердің барлығы ол кілттік сөздер және жауаптары. Осымен listening аяқталды, ал келесі бізде speaking. Choose one card and answer the questions. Бір ғана карта таңдап алып, ол картаға сұраққа жауап бересіздер. You have 1 minute to prepare and 1-2 minutes to talk about it to your partner. Получается, сізде 1 минут уақытыңыз бар дайындалуға, 1-2 минут сол өзіңіздің қасыңыздағы партнеріңізға айтып бересіз сол карта туралы, я, немесе керісінше сіздің мұғаліміңіз қоюы мүмкін. Бұл жердегі сіздің досыңыз немесе мұғалім сіздің келесі критерий бойынша айтылымыңызды бағалайды. My partner answers all of the questions. Менің партнерім барлық сұрақтарға жауап береді. My partner uses appropriate specific subject vocabulary. Тақырыпқа сәйкес тематикалық сөздерді қолдана алады. Next 3. My partner expresses his or her opinion using an appropriate syntax. Лайықты синтаксисті қолдану арқылы өзінің жеке пікірін бере алады деп тұр. Ал енді мен ішіндегі рандомны кез келген бір картаны алдым да соған жауап жаза қойдым. Сіздерге қажет болса, мен описание бөліміне қалдырайын карттарда. Бұл жерде 2 немесе 3-еуіне жауап бердім, қалғандарын өздеріңіз дайындалыңыздар, иә? Ал кеттік. Are there any places that you would prefer particularly like to go? Сіз, яғни, бір жерге барғыңыз келеді ма? Бір местаға барғыңыз келеді ма? Yes, of course. I would love to go to Almaty and Нұр-Сұлтан дедім. Егер сіз ауыстыруыңызға болады, мына қалалардың аттарын, басқа қалалардың аттарын айтуға болады. Next, are you planning any vacations at the moment? Сіз дәл қазір бір демалысты жоспарлап жатырсыз ба? Демалысты жоспарлап отырсыз ба? Yes, I am. I'm planning to go to Almaty, enjoying natural places like Koktube, Медеу and Бауа, Большое-Матинское озеро. These places are perfect to spend summer holidays, swimming in the beach, riding horses, sailing and sightseeing. Next, can you easily find your way around new places? I can say that I'm a sociable and confident person. Мен сондай общительный, я әрі самоуверенный адаммын, яғни who can make contact with anyone, even I'm lost. Тіпті мен адасып кетсем де, кез келген адаммен жеңіл қарым-қатынасқа түсе аламын деп жауап бердім. However, I have experience being in these places and I can say I can easily find a way. Даже бұл жерде, тіпті менің бұл жерде болған тәжірибем бар, я, және мен кез келген жерден жол тауып кете аламын деп жауап қаттым. Келесі, can you tell me about the kind of things that you usually do on holiday? Сіз маған әдетте демалыста әдеттегі жасайтыныңызды айтып бере аласыз ба? Personally, I'm looking forward to having summer holidays after hard studies at school. I usually go swimming
Pool or beach, going to the parks and visiting my relatives who live far from me. Әдетте, лично мен деп тұр, иә, мен жазғы демалысымды мектепте белсенді табанды оқығаннан кейін жазғы демалысымды күтемін. Әдетте мен жағажайға барамын, пляжға барамын немесе парктерге барамын және менен алыс тұратын, шалғайда тұратын туысқандарыма барамын деп жауап қаттым. Келесі мынандай карточкалар бар, иә, әрине. Мен алдымда 5-ші картқа жауап бердім. How do you most like to travel? Сіз қалай саяхаттайсыз, бірінші аудармасы, немесе қалай сіз немен жүресіз деп тұр, иә. Travel тек қана саяхат жасау емес, сонымен қатар бару немесе келу деген мағынада кәдімгідей. Көбінесе бір көліктердің түрлері, иә, пойызбен ба, самолетпен ба, иә, қайықпен бе деген секілді. Honestly, I travel by car a lot and prefer this way because we can stop anywhere when we want, even to make break or just take a photo. It is amazing way to have adventurous moments деп жауап бердім. Яғни, шын айтатын болсам, маған машинамен барған, иә, немесе саяхат жасау ұнайды. Яғни, мен осы жолды таңдаймын, жөн көремін, өйткені біз қалаған жерімізде, иә, просто перерыв жасау үшін немесе просто суретке түсу үшін тоқтай аламыз. Яғни, бұл керемет бір шытырман, иә, шытырман сәттерді жасауға керемет мүмкіндік. How do you usually commute? Traveling by car is perfect choice. То есть, әдетте немен жүресіз, иә, қалай саяхаттайсыз, немесе немен барасыз? I usually drive to school and additional courses public buses are not fast to get to the places. Яғни, машинамен саяхаттау ол керемет таңдау, өйткені мен мектепке күнде машинамен барамын, және қосымша курстарға да машинамен барамын, иә. Ал қоғамдық көліктер ол баратын жеріңе ол тез баратын түрі емес, транспорттың түрі емес. How important is traveling to you? Тікелей айтылып тұр, бұл жерде саяхат саған қаншалықты маңызды. Travel provides a fantastic opportunity for you to learn many new things. Yes, you gain knowledge from travel guides and you may be able to visualize what you are reading about, but nothing compared to actually feeling the sun on your face or the snow in your hair. Саяхат жасау ол жаңа бір затты игеру үшін бір керемет мүмкіндік. Әрине, иә, сен еще саяхат барысында тургидтің аясында жаңа знанияны, білімді игересің, және де оқып жатқан нәрсеңді, иә, сонымен қатар көз алдыңа елестете аласың. Ол нәрсені просто күннің астында жатып сезініп, немесе жаңағыдай бетіңе түскен күн сәулесімен шашыңа түскен қармен салыстыруға келмейтін нәрсе деп тұр. Енді солай енді стараться етіп сіздерге беруге. How is your taste in holidays changing? Яғни, демалысқа деген сіздің тәбетіңіз, я, демалысқа деген сіздің ойыңыз өзгереді. Қаншалықты, қалай өзгереді? Not so much. Now I'm thinking of having holidays abroad if it's possible. This enables us to enlarge our mind and to have enjoyable moments in adventurous places. Аса көп емес, қазіргі таңда мен шетелге мүмкіндік болса демалуға, иә, баруды ойлап отырмын. Бұл маған кругозорымды кеңейтуге және де шытырман сондай сәттерді керемет мүмкіндік моменттерден ләззат алуға мүмкіндік береді деп жауап бердім. Балалар, жалпы міне осылай бұл карт number 5, қалған бұл жерде 7-8 карт бар, иә. Қаласаңызда барлық карттардың сұрақтарын описание бөлімінде қалдырамын. Қалғандарына өздеріңіз жауап бере қойыңыздар, иә. Осымен бүгінгі БЖБ-ны талдау аяқталды. Келесі 2-ші, 3-ші БЖБ-да, ТЖБ-да жолыққанша сіздермен бірге болған Ақтар Бейсенбайқызы. Goodbye.